Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар? Мен Айсұлу Сентаева. Сіздерді Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік өнер музейінің кезекті онлайн дәрісіне шақырамын. Бүгінгі тақырыбым қазақ халқының тоқыма тоқу өнері және оның технологиясы. Сонымен қатар гобелен тоқу өнерінен шеберлік сағатын өткізу. Сәндік қолданбалы өнерінің бір түрі тоқымашылық өнері. Ол Қазақстанның барлық аймақтарында көнеден жақсы дамыған. Қазіргі күнде біздің елімізде тоқыма өнерімен айналысатын шеберлеріміз көздің қасы. Тоқыма тоқу біздің тарихымыздан мәлім. Сонау біздің заманымыздан бұрынғы 5-6 ғасырларда пайда болған. Бұл жайтты айғақтайтын Қазан төңкерісіне дейінгі және Екінші дүниежүзілік соғысынан кейінгі 1949 жылы Қазақстан территориясында қайта ұйымдастырылған бір топ археологиялық қазба жұмыстары Таулы Алтай өңіріндегі Пазырық қорғандарында және Нойын Ұлын қорғандарында табылған кілемдер. Қазақ халқының ұлттық өнерін зерттеп жазған археологтардың, тарихшы этнографтардың, өнертанушылардың еңбектері бүгінгі күнде халық тарихын, мәдениетін терең тануға септігін тигізіп отыр. Қазақ ұлттық өнерінің тоқу технологиясы мен дайындалу жолдарын зерттегендердің бірі белгілі археолог Әлкей Марғұлан өзінің 3 томдық Қазақ халқының сәндік қолданбалы өнері атты еңбегінде жазып, дәлелдеп кеткен. Қазақтың тоқыма өнеріне кеңінен тоқтап, олардың ерекшеліктерін қарастырған. Басқа да көптеген ғалымдардың еңбектері халқымыздың өмір тіршілігін, дәстүрін теориялық және тәжірибе жүзінде жандандыруға мүмкіндік береді. Тоқыма өнері ерте кезден қазақ тұрмысында киіз үй мүлкінің бірі болып есептелсе, қазірдің өзінде де маңызын жойған жоқ. Тоқыма заттарының үй тұрмысында ұзақ тұтынылуы, оның өте беріктігі мен төзімділігіне байланысты. Қолдануға төзімді, оңайлықпен тозбайтын, жыртылмайтын, шаң тозаңнан тез тазартылатын, ылғалдылық пен құрғақшылықты елең қылмайтын аса бағалы мүлік. Жолшылап жүрген адамдарға тоқыма бұйымдары ерді де, үйді де алмастырған. Ат үстінде тоқым, жерге төсесе төсеніш болған. Шығыс елдерінде тоқылған бұйымдар тұрмыста ең басты бұйым, өнерде шығармашылық, адамдар арасында ең күшті сыйлық болған. Сату, немесе сатып алу қазақ дәстүріне жат нәрсе деп есептелген. Әр үйде өз станоктары және өз тоқымашылары болған. Тек біздің дәуіріміздің 3 ғасырынан бастап Парсы және Кіші Азия елдерінде кілемдерді сату басталды. Сауда-саттықпен бұл шығыс қазыналары жібек жолы арқылы батыс елдеріне де жеткізілді. Бірнеше жылдардан кейін Европаға алып кірілді. Қазақтың сәндік қолданбалы өнері қазақ халқының өзіне ғана тән мәдениетін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін және де дарынды дана халық екендігін кеңінен айқындайды. Гобелен. Ол түксіз қабырғаға ілінетін, яғни қолмен тоқылған суретті кескіндеме. Әр елдің, әр халықтың өзіне тән шығу тарихы, салт дәстүрі бар. Бірнеше жылдың ішінде оның елімізде тамыр жаюына салт дәстүріміздің сақталғаны септігін тигізеді. Ең алдымен Франция,
Италия және Германия елдерінде дамыды. Кейіннен Балтық жағалауында, Кавказ және Ресей елдерінде кең өріс алды. Гобеленнің негізгі отаны Франция. Орта ғасырларда өмір сүрген ағайынды гобелендер негізін салған. Сондықтан солардың есімімен аталған. Қазақ гобелен өнерін дамытуға үлесін қосқан шеберлеріміз де аз емес. Олар Құрасбек Тыныбеков, Қанафия Оспанов, Әлібай Бапанов, Сәуле Бапанова, Батима Заурбекова, Күлипа Жұбаниязова, Лиза Калимова, Ирина Ярема, Раушан Базарбаева, Мәлік Мұқанов, Гүлнар Жұбаниязова, Гүлшат Жураева және тағы басқалары бар. Әр гобеленші өзіне тән стилі мен техникасын қолданады. Бұл шеберлердің еңбектері Қазақстан Республикасы Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінің де қорында сақтаулы. Сіздердің назарларыңызға Мәлік Мұқановтың шеберханасынан шеберлік бейне баяндамасын ұсынып отырмыз. Гобелен тоқу үшін біріншіден эскиз жасалынады. Бұл саладағы суретшілер көбінесе композицияны декоративті етіп бейнелейді. Ол эскиз керекті өлшемде картонға үлкейтіледі. Кейіннен осы эскиздегі түстерге қарап шалу жібі жасалынады. Шалуды бірнеше түсті жіптерді араластыра отырып жасайды. Оның ішіне міндетті түрде жылы реңдегі жіптер мен суық реңдегі жіптерді араластыру керек. Шалу – тоқуға арналған түрлі түсті колер жібі. Өрмек – тоқыма тоқуға арналған құрал. Бұл гобелен тоқу үшін қолданылатын өрмек ағашы. Осы өрмекке желі жібі керіледі. Қазақ халқының тоқыма тоқу технологиясы сайып келгенде сонау қола дәуірінен қамтиды. Сол ежелгі заманнан бастап қаншама соқпақты өмір тіршілігінен өтсе де, халық шеберлері тоқу өрмегін біздің заманымызға дейін қарапайым нұсқасымен ұрпақтан ұрпаққа өз мәнсабын жоғалтпай жалғастырып келеді. Бірі тік орналасқан түрі, екіншісі көлденең, жерге төселініп құрылған өрмек ағашы. Бұл екі өрмек ағашының көлденең орналасқан түрін Қазақстан аймақтарында кеңінен қолданған.
Ал тігінен келген өрнекті көбінесе солтүстік батыс аймақтарында кездестіреміз. Қазіргі кезде кілем, гобелен тоқу өнерімен айналысатын шеберлеріміз қолданып жүр. Салыстыра қарағанда тігінен орналасқан өрмектің көлемі шамамен 3 метр көлденең 3 метр биіктігіне қарай құрастырылады. Бұл төрт бұрышты өрмек ағашының екі жағын мықтап тіреп, немесе жерге қағып тастайды. Өрмектің желі жібін тартқанда, немесе тоқпақпен соққанда қимылсыз тұру керек. Бұл тік тұрған өрмектің көлденең өрмектен айырмашылығы, бет жағынан бастап керген желі жіпті артқа асырып, өткізіп бет жағына қайта оралу процесінде керіледі. Мұның бір тиімділігі 4-5 метрге дейінгі ұзын гобеленді сыйдырып, тоқып шығуға болады. Желі. Тоқу өрмегіне керілетін жіп. Гобеленнің желі жібі орта есеппен 10 сантиметрге 18-21 жіп шамасында өткізілуі керек. Композиция қиын болса, желі саны өсіп отырады. Бір жағынан желі жібінің жуан жіңішкелігіне де қарай есептелінеді. Ары қарай шетінен екі жіпті қалдырып, міндетті түрде біреуін артқа, біреуін алға қалдыру арқылы адарғы құралын өткіземіз. Адарғы. Бұл үстіңгі желі жіптері мен астыңғы желі жіптерін ажыратып тұратын ағаш құрал. Осы керілген жіптің басқы жағына бір жіпті алға, бір жіпті артқа тастап отырып, картон өткізіледі. Сосын гобеленнің екі жағы тарқатылып кетпеу үшін байлап шығамыз. Адарғының арғы бетінде қалған желі жіптеріне күзу салынады. Ол тоқу процесінде арғы жағында қалған желі жіптерін алға қарай тартып шығару үшін қажет. Күзу. Станокқа керілген желі жіптің үстіңгісі мен астыңғысын ажыратып тұратын жіп. Гобеленнің басталу процесі мен аяқталуы кезінде мақтадан иірілген жіптен негізгі бөлігі тоқылады. Осы тоқылған негізгі бөлігіне картон тігеміз.
Картон тоқылатын гобеленнің фоны ретінде пайдаланылады. Біз кілем шетін тартып байлағанда, жіп өткізуге және тігуге қолданылатын құрал. Фонында қандай түстер кездессе, соған байланысты түстегі шалу жіптері салынып отырады. Тоқпақ. Бұл құрал тоқылып өткен жіпті тығыздау үшін қолданылады. Тоқпақ құралын қарағаштан, тобылғыдан, шыршадан жасайды. Ол ауыр болу үшін бет жағына ойылып, темір пластинкасы орнатылады. Қайшы. Тоқыған бұйымның жіптерін қиятын құрал. Көлемі 1 метр квадрат гобеленді тоқу үшін кемінде 1 ай шамасында уақыт кетеді. Дәріс сағатын тыңдағандарыңызға көп рахмет.